Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз оқытушы атынан оқытушы рейтингі модулінің ақпараттарын толтыруға арналады. Ол үшін жүйеге оқытушы ролімен кіреміз. Мәзірлерден оқудан тыс қызмет бөлімін және де оқытушы рейтингі бөлімін таңдаймыз. Ашылған бетте оқытушының толтырған ақпараттарын көруімізге болады. Келесі рейтингқа қатысу үшін қандай бөлімдер бойынша көрсеткіштерді ұсына алатынымызды көруімізге болады және де балл сандарын көруімізге болады. Келесі көрсеткіштер және де қандай көрсеткіштер бойынша оқытушы ақпараттар толтырды, сол бойынша барлық ақпараттарды көруімізге болады. Келесі көрсеткіштерді ұсыну үшін көрсеткіштер бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде келесі көрсеткіштердің түрлері бойынша сұрыптама жасауымызға болады, мәртебесі бойынша сұрыптамалар жасауымызға болады және де барлық оқытушының толтырған ақпараттарын көруімізге болады. Келесі көрсеткішті толтыру үшін қосу батырмасын таңдаймыз. Ашылған бетте өзімізге қажетті ақпараттарды толтырамыз, яғни қосатын ақпаратымыз қай оқу жылына байланысты, қандай көрсеткіш бойынша ақпарат толтырамыз. Келесі көрсеткіштің түрі бойынша, яғни қандай көрсеткіш бойынша біз ақпарат толтырамыз, соны көрсетіп жасау батырмасын таңдаймыз. Ашылған бетте келесі ақпараттар қарастырылған, яғни қандай оқу жылы, көрсеткіштің түрі, көрсеткіштің атауы, кафедрамызды көруімізге болады, нақты мерзім бөліміне қай уақытта толтырған ақпаратымызды көрсетуімізге болады. Келесі көрсеткішті тексеруге жіберу үшін сипаттамасы бөлімінде ақпаратты толтырамыз және де растайтын құжат бөлімінде файлымызды жүктейміз. Барлық ақпараттарымызды толтырғаннан кейін тексеруге жіберу батырмасын таңдау арқылы қосқан ақпаратымызды тексеруге жібереміз. Келесі ақпаратымыздың тексерілуге жібергендігі туралы ақпаратты көруімізге болады. Келісу бағдары бөлімінде кімдер келісім жасайтындығы туралы ақпараттарды көруге болады, ал тарих бөлімінде толтырған ақпараттарымыз туралы мағлұматтарды көре аламыз. Келесі көрсеткішті қосу үшін қосу батырмасын таңдаймыз, өзімізге қажетті оқу жылын таңдаймыз, көрсеткіштің түрін таңдаймыз, көрсеткіштің атауын таңдаймыз, ары қарай жасау батырмасын таңдаймыз және де ақпараттарымызды толтырамыз. Бұл бөлімдегі көрсеткіште қатысушы кім болып табылады бөлімінде, яғни екі түрлі мән қарастырылған. Ішінен кім болып тапсырамыз ақпарат, соны көрсетеміз, яғни тәлімгер немесе бірлестіктің кураторы. Ары қарай сипаттамасын және де растайтын құжатты көрсетеміз және де барлық ақпараттарды толтырғаннан кейін келесі бөлім қарастырылған, яғни бұл бөлім бойынша қызметкер неше рет қандай да бір бірлестіктердің кураторы болып қызмет атқарды, соның санын көрсете алады. Яғни ол бір емес, бірнеше рет болған жағдайда бұл көрсеткішті қайта-қайта қоспай, бұл жерде жалпы санын көрсетуге болады. Және де барлық ақпараттар толтырылғаннан кейін тексеруге жіберу батырмасын таңдау арқылы ақпаратымызды тексеруге жібереміз және де бұл бөлімде де келісу парағы бөліміндегі қызметкерлер келісім жасайтын болады. Келесі, егер де біз қандай да бір қосымша ғылыми жұмыстармен айналысқан жағдайда, ол ақпараттарды оқудан тыс қызмет бөліміндегі келесі бөлімдер арқылы қоса аламыз, яғни жарияланымдар, марапаттар мен құрмет атақтары, өнертапқыштық, белсенді ғылыми зерттеу жұмыстары, біліктілік, яғни өзімізге қажетті бөлімді таңдаймыз. Келесі қосу батырмасын таңдау арқылы тізімге өзіміздің ақпаратымызды толтырамыз және де барлық ақпараттарымызды толтырғаннан кейін сақтау батырмасын таңдаймыз, яғни біздің қосқан жарияланымдарымыз сәтті сақталды және де осы бөлімге қосқан ақпараттарымыз оқудан тыс бөлімдегі оқытушы рейтингі бөліміне автоматты түрде қосылатын болады. Яғни бұл бөлімге біздің қосылған ақпаратымыз келіп түсетін болады, ары қарай оны тексеруге жібере аламыз. Және жарияланымдар бөлімінде публикациялардан бөлек қосымша бөлім қарастырылған, яғни бұл бөлімде кирша индексі барлығы туралы ақпаратты толтырамыз. Егер бар болса, ұяшықты белгілейміз. Келесі оқу жылы, яғни қай оқу жылында индекс кирша бар, соны жылды көрсетеміз. Келесі Скопустың индексі мен веб-сайенс индекстерін толтырып сақтаймыз және де бұл бөлімге толтырылған ақпараттар да оқытушы рейтингі бөлімінің көрсеткіштер бөлімінде автоматты түрде түсетін болады. Яғни ақпаратымыз түсті. Келесі оны тексеруге жіберу үшін ақпаратымызды таңдаймыз. Келесі сипаттамасын толтырамыз және де растайтын құжатты толтыру арқылы ақпаратымызды тексеруге жібереміз. Сақтаймыз және де тексеруге жібереміз. Осындай ретпен оқытушылар өздері жеке кабинетінде қандай да бір ақпараттарды толтыра алады. Яғни жарияланымдар, ғылыми зерттеу жұмыстары, біліктілік бөлімдеріндегі толтырған ақпараттары оқытушы рейтингі бөлімінің көрсеткіштер бөлімінде
автоматты түрде қосылатын болады. Ары қарай оны оқытушы рейтингісіне қатыстыру үшін оқытушы өзі сол қандай да бір көрсеткішті таңдау арқылы ары қарай тексеруге жіберетін болады. Келесі, оқытушының жіберген ақпараттарын келісім жасайтын қызметкерлер тексергеннен кейін көрсеткіштің мәртебесі өзгеретін болады. Және де одан бөлек ғылыми жобаларда қатысу бөлімі қарастырылған, яғни қандай да бір ғылыми жобалар бойынша ақпараттары осы бөлімде толтырылады. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз. Келесі, ашылған бөлімде қаржыландыру бағдарламасынан жобамыз қандай бағдарламалар бойынша қарастырылды, соны көрсетеміз. Яғни егер бұл жас ғалымдар конкурсы болса, жас ғалымдар конкурсын таңдаймыз. Ары қарай атауын үш тілде толтырамыз және де көрсетілген ақпараттардың барлығын толтырамыз. Яғни бұл жерде келісім шарт жасау уақыты көрсетіледі. Келесі, жобаны іске асыру мерзімі. Яғни бұл жоба бізде бірнеше жылға қарастырылған болса, онда басталу және аяқталу уақытын көрсетеміз. Яғни оқытушы рейтингі бөлімінде әр жыл бойынша осы ақпараттар көрсетілетін болады. Яғни бұл жерде көрсетілген мерзімге дейін ары қарай сақтаймыз. Және де бұл бөлімге қосқан ақпараттарымыз да оқытушы рейтингі бөлімінің көрсеткіштері бөлімінде автоматты түрде көрсетілетін болады. Көріп тұрғанымыздай, біздің толтырған ақпаратымыз бұл бөлімге қосылды. Ары қарай тексеруге жіберу үшін көрсеткішімізді таңдаймыз, атауын толтырамыз, растайтын құжатымызды жүктейміз және де тексеруге жібереміз. Және де бұл бөлімдерде, бастапқы бөлімде ақпараттар қай бөлімде толтырылғандығы туралы ақпараттарды көруімізге болады. Егер осы сілтемені таңдайтын болсақ, қай бөлімде бұл ақпараттарды толтырдық, сол бетке өтетін болады. Осындай ретпен оқытушылар өздерінің оқытушы рейтингі модуліне қатысу үшін осы бөлімдерде ақпараттарын толтыратын болады. Осымен оқытушы атынан оқытушы рейтингі модулінің көрсеткіштерін толтыруға арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.